Біржан мен Сараның айтысы секілді біздің айтыстың тарихында небір классикалық айтыстар болған. Нағыз осы боз биенің сүтіндей дәмді, таңдайдан дәмі кетпейтін қазақ айтысының тәтті түрінің бірі ол қыз бен жігіттің айтысы. Қыз бен жігіттің айтысында негізінен үлкен саяси әлеуметтік мәселеден гөрі қыз бен жігіттің арасындағы жарасымды әзіл қалжыңға басымдық беріледі. Сондықтан да осындай бір әдемі қыз бен жігіттің жарасымды осы елдің жүрегін елжірететіндей әзіл қалжыңға толы айтыс үлгісін көрсетеді деп қос команданың ақынын шақырайын. Солтүстік Қазақстан облысының ақыны Жұмабек Рахимов қарсы алыңыздар. Мына біздің Жұмабек Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның академиясы жанындағы мұражайдың директоры ғой. Қалың сарбазы бүгінгі айтысқа жанкүйер болып келген екен. Сарбаздарды көріп отырсыздар, жігіттер. Ал енді құрметті қалайық. Құрметті сарбаздар, біз қызды аялаған, қызды ардақтаған елміз. Кешегі ақын Сараның елінен Біржан Салдың ауылына, Ақан Серінің ауылына, Сегіз Серінің ауылына аяулым деген аяулы қыз келген екен. Аяулымға да бір дүбірлетіп қол соғыңыздар. Аяулым Жұмабек қызы. Арқаның желі сипап айдарымды, айтыста көрсеткенмен айбарымды. Бойда қызбен айтысқа шыға келдім, бойдағы көрсетсем де байдарымды. Аяулым, сен не деген бақыт дедің, арнайылап кеп көрген аймағымды. Шекараның шебінде отырсам да қазақи сақтағанмын қаймағымды. Толыбайды толғатқан текті халық, тұлпар қылып баптадың тайларыңды. Ассалаумағалейкум қызыл жарым, өсірген ұлпан бопай айғанымды. Топ жарып намысыңды қорғау үшін қолға алып шығып тұрмын байрағыңды. Айналған айтысымның атанына, елгуі әужекеңнің атағына, Сал сері ағамыздың ізін жалғап, майда қоңыр сап келдім мақамына. Мағжан Сәбит Ғабитті туған елім, сәттілік тілеп отыр сапарыма. Армысың Алматының аяруы, шыққан күннің ұқсайтын шапағына. Қызыл түлкі секілді сылаң қағып, қызыл жардай қош келдің шаһарыма. Қысылмай, қымтырылмай отырсаңшы, құрдасың қосылғанда қатарыңа. Сонда да аңтаң болып отырмысың, арланның тап болғандай апанына. Құрдаспен қол ұстасып қырда сайын,
Мағжанның жырын оқып мұңдасайын. Сараның ізін жалғап келіп тұрсаң, құшақты саған ашпай кімге ашайын? Ақан Біржан әніне сап беремін, серінің бал сезімін тыңдашайым. Ағайын бойдақ сұлу кезіккенде, бойдақ жігіт секілді түр жасайын. Қайталанбас сәттерді еске салып, қайыңдар арасында сырласайын. Мың жасаған Алматыдан келген қызбен қуанып Қызылжарда бір жасайын. Түлкі деп біздің жолды бөгейсің бе, ал өзіңді арланға теңейсің бе? Ботайдың тәйгүлігін қимадың ау, малға бай сөзге сонша кедейсің бе? Ақандай серілердің іземеспең, сондықтан да аяулымды өгейсің бе? Алатаудан алып ұшып келген қызды, даланың ақ бөкені демейсің бе? Әгугай, әгугай, әгугай. Қаламайтын көңілдің кір басқанын, мен едім өлең тұнған бір жастарын. Бойдақ көрсең бассал деп сөзге келмей, маған қарсы қайрап бет құрдастарың. Түр жасайық, сырласайық деп қоясың, бірақ та бола қоймас бұл жоспарың. Біз екеуміз сырласа алмаймыз ау, қанша ұзақ болса да жырдастаның. Себебі бұл ақылға қонбайды ғой, екеуі екі айуан ғой бұлғасқаның. О заманда бұ заман кім көріпті, қасқыр менен түлкінің сырласқанын? Әгугай, әгугай, әгугай. Шетінде орналасып шекараның, әрдайым тілеп жүрген ел аманын. Киелі қыдыр қонған жерге келіп, жорғадай төрт аяқты тең аламын. Көк шалғын табиғатын көз тартады, сұлулықты мен бірден көр аламын. Оқалы көйлек орманың айғанымдай, әжеміздің елестетет орамалын. Тербелген сартеңіз деп сәбең айтқан, еңбекқор ел бар сенің не қалауың? Күннен шуақ ал жерден қуат алып, өнімнің өндіретін ең адалын. Армысың тегі асыл текті жұртым, сол түстіктің мекен еткен кең алабын. Даланың саралтыны сіздер, мейіріміне бөленген жер ананың. Әгугай, әгугай, әгугай. Жиылып өнер қуған небір өкіл, иіліп есігіңнен еніп отыр. Сыйластықтың жібін жалғап қайтады деп, артымызда Алматы сеніп отыр. Ағайын құшақ жайып қарсалыңдар, біз дағы келген жоқпыз еліңе ғыр. Облысыңның құттықтап 90 жылын, Алматы сөз орағын орып отыр. 90-дағы абызға сәлем беріп, 9 балаң арнайы келіп отыр. Әгугай, әгугай, әгугай. Қасымдағы не дейін арланыма, жете алмай әрең жүрген арманына. Жаңағы айтқаныңды түсінбедім, түсінбеген адамда бар ма күнә? Сырласып бір жасайық деп қоясың, қайыңдардың барып ап дәл жанына. Сонда не Жұмабек жан сол түстікте, жасайтын басқа ештеңе қалмады ма? Әгугай, әгугай, әгугай.
Піскенде жинайды екен ауыл дәмді, піскенде қарбызбенен қауын дәмді. Бірақ әлі көктем ғой сонан болар, қырындап қарсыласым қаруланды. Жынын қағып алушем мұндайлардың, себебі ұнатпаушем қағынғанды. Бірақ бұның Жұмабек екен аты, ұмытпаймын мен бұл сөздің мәнін мәңгі. Әкемнің де есімі Жұмабек ет, жұмақтан қылсын Алла жанын мәңгі. Жұмабек жан Аллаға шүкір деп қой, жұма күні жолың болып бағың жанды. Әкеңді танытар ем бүгін сенің, әкемнің аттасы боп жаның қалды. Әгугай, әгугай, әгугай. Кезіктім деп аттасына, келгендей қуандың ғой отбасыңа. Амал қанша әкеңіз өмірде жоқ, тағдырыңның үңілсем тақтасына. Бүгін сенің айтыста бағың жанып, жақсыларым айналсын жақтасыңа. Жұмақтағы әкеңіз қолдау беріп, жұма күні қонс екен бақпасыңа. Әгигагім, әгигагім бе. Отанымен тұрғанда ошақ аман, осы өңірден шықпайды осал адам. Әкеңді танытар ем деп қоясың, бұл сөзіңе буыным босамаған. Іздерді жаңғыртсын деп ізгілікті, біздерді қауыштырған осал аман. Алматыдан айтысқа қыз келет деп, әкемде кетпей жүрген осы арадан. Әкемменен таныса жатасың ғой, әдеппен аттап жатсаң босағадан. Әгигагім, әгигагім қайыңы мен тал жағына, өкінбейсің менімен барғаныңа. Ақ қайынға барып ап сырласардай, деймісің басқа шаруа қалмады ма? Теріскейде бос қалған ауылдар көп, көзімді ашып қарасам жан жағыма. Өлкеге өзіңді келін қылып, өзіңмен шешсем демін шаруаны да. Солтүстікте көбейсе қазақ саны, сонда ғана жетемін арманыма. Әгигагім, әгигагім біз деген Теріскейдің ұлдарымыз, Баян Батыр секілді тұлғалымыз. Солтүстік шекараны сақтап тұрған Жұмабек Тәшеневтің жұрнағымыз. Түлкіменен қасқырың сырласпайды деп, сыпайы сынайсыз ғой сырғалығыз.
қасқырлықтың арқасы деп білгейсің, аюдан аман есен тұрғанымыз әгигагым, әгигагым. Теріс кейде бір едім төзімдердің, жақсының сөзін жаттап көзін көрдім. Ақан мен бір жандардың жалғас едім, сал серісі атанған кезінделдің. Керемет кербес сұлу кезіккенде, кекілді кербестіні кежімдермін. Қолына түспей тұғын көрінгеннің, бүгінгі айтыстағы көзір болдың. Жаныма аяулымдай ару келіп, оянған аяулы сезімдердің. Сал бір жан жеті суға өзі барған, сен болсаң қызыл жарға өзің келдің, әгигагым, әгигагым. Сен сұлусың, ешкімнің таласы жоқ, сендей жанға қашанда жан ашырек. Аяулым әлі күнге бойдақ жүрсің, бағыңыздың жанғанын қала қарасы бек. Сен мықты шәкірттерді шығарғанда, аңқайтып бұл ауызды санашы бек. Нұрғисадай ақын балам шыққалы тұр, жүретін болар елдің баласы боп. Сол баламның ұстазы болсаң қайтет, айтыс дейтін өнерде панасы боп. Қысқасы Қызылжарда қалсаң дебем, бір жан туған өлкенің сарасы боп. Білесің айтқанымды екетпеймін, екеуміз қайғашаннан жарасы бек. Баламның ұстазы боп бастайсың да, бірте-бірте кетесің анасы боп, әгигагым, әгигагым. Ер болып ел сенімін ақтайсың ба? Арманым қазақ санын көбейту деп, мемлекеттің жоспарын жақтайсың ба? Мен бірақ сендейлерді түсінбеймін, сен әлде көп нәрсені қақпайсың ба? Шынымен көп балалы болғың келсе, бәйбішеңнің қабағын бақпайсың ба? Аяулымның жанында нағып жүрсің, әйеліңнің жанында жатпайсың ба? Әгугай, әгугай, әгугай. Керегіне алдамшы сезімдердің, жас емессің Жұмабек өзің көргін. Сараны бір жан іздеп барған екен, әңгімесін тыңдасақ кезінделдің. Сол бір жанның бір інісі кеп қалар деп, мен де күттім маңайында өзіргемнің. Ешкімнен ешбір хабар болмаған соң, амалсыз әйбектердің сөзін бөлдім. Шықсын бері дегізбей ақ шығайын деп, батасыммен жол тарттым, төзімделдің. Ағай, қысқасын айтқан кезде ағайындар, қарсыласым айтқандай көзір болдым. Бір жанның ауылынан бір жан келмей, Сараның ауылынан өзім келдім. Әгугай, әгугай, әгугай. Қыран боп самғаса да қиядағым, олар боп шуласа да ұядағым. Мағжандай ұл ақынның ауылында ұстазбын деп айтуға ұяламын. Дегенмен мұғаліммін қаладағы, Сүйінбай Жамбыл жүрген даладағы. Облысым көңіл бөліп ұстаздарға еңбектерін ерекше бағалады. Сонан шүкір шәкірттер көптеп шығып, шетінен құлагердей шабалады. Алда жалда айтыса қалсаң егер, біз жақтың дайын отыр балалары.
біз түгілі соларақ осы кезде саған керек жауапты таба алады. Аңқиған мына сенің ауызыңды жаптыруға жетеді шамалары. Ягуга, 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 білмеймін қалай қарай беттедіңіз, бұл ойдан ары бармай шектеліңіз. Баламның анасы боп қаласың деп, Жұмабек ау мұныңыз неткеніңіз. Қызылжарда қалшы деп қайта-қайта, әйтеуір әр нәрсені ептедіңіз. Әйтеуір сау адамның сөз емес бұл, Қызылжардан ұрттап алған жоқ бедіңіз. Ягуга, 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 яй. Аяулым алып ұштым сіз келгенде, не жетсін қол алысып жүз көргенге. Сау адамның сөздерін айтпадың деп, қарсы қоя салмаңыз біздерделге. Қызылжардан ұрттадың дегеніңе, қызуым артып отыр қыз көргенде. Әгигагім, әгигагім, ел білген сегіз нияз ақандарын, серілікпен өткізген сапарларын, бәйбішеңнің қасында жатпадың деп, көрсетпе қабағыңның қаталдауын. Біржан бабам жатпаған үйде қарап, көргенде құрбы құрдас қатарларын. Әйгілі сара қыздай сен келгенде, әйелімнің қасында жата алмадым. Әгигагім, әгигагім, қыз барма ер жүрегін тербемеген, құс барма қос қанатын сермемеген. Мармақжанның елінде ұялам деп, аяулым сөзін айтты термелеген. Бабамның аманатын ұмытпағын, сендей ұстаз көп болсын еңбек ерен. Бұлақ көзін ашатын ұстаздарды Мағжан бабам бұлайша зерделеген. Алталаштың баласы бас қосқанда, ұстаздың алар орны төрде деген. Әгигагім, әгигагім, бұл күнде елімде сен даламдаман, қымбат қой Қызылжардай қалам маған. Жұмабектің ауызын жабалам деп, жасап келіп тұрғандай амал маған. Осы жақта 30% қазақ тұрады, басынан аз болса да баға алмаған. Солтүстік шекараны сақтап тұрмыз, басқаларға бас емей табандағам. Алаш деп ашқан менің ауызымды, сен түгіл сергейлерде жаба алмаған. Әгигагім, әгигагім, Тамсандық Алматының алмасы деп, Жетісу жер жаннаты арнасы деп, аналар жайында көп жазып кеткен Ғабит атам біздерге мәңгі асыл ед. Ежелден біздің жақтың жігіттері қыздарменен сыйласып арласып ед. Аяулымды қанша рет көрсем дағы, кезіккендей боламын алғаш рет.
елім саған соғады шапалағын, еркіндік аспанында самғашы деп. Айғаным бопай ұлпан рухы қолдап, ұлт үшін ұлы жолды жалғашы деп. Аяулым аман есен жүре берші, аяулы аналардың жалғасы боп, әгигагым, әгигагым. Сендерге сеніп кеткен көп адамдар, білесің жаннан артық олар арлар. Ішімдікке жоламаймыз деп айтасың, меніңше өте дұрыс сол амалдар. Сергейлердің қасына жоласаң да, сергейлердің асына жоламаңдар. Әгугай, 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 ай. Жұмабек, білесің бен нен ойлаймын, сен құсап таяз емес кең ойлаймын. 30% қазақ тұрат деген сөзің 70% өтірік деп ойлаймын. Болмайды әр нәрсені тақпақ қылған, шындыққа өтірікті қақпақ қылған. Өткенде амал тойы болған кезде, орталықта қазақтар қаптап тұрған. Салтпенен ғұрыпқа сай амал жасап, томағалы қыранын баптап тұрған. Күймеде әнін салып, күйін шертіп, ыбырайдың жырларын жаттап тұрған. Ол кезде 30% қазақ емес, бүкіл қазақ үмітті ақтап тұрған. Күні кеше Ермановқа айтыс жасап, еңбегіммен ерлігін мақтап тұрған. Бүгінде біз осындай айтыс жасап, шапанын ақындарға нақтап тұрған. Сен одан да мың жасасын демейсің бе, қызыл жарды әрісін нақтап тұрған. Қазағы аз болса да ынтымақпен, қазақтықты 100% сақтап тұрған. Әгугай, 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 ай. Өскенен соң ұлт ізде қыз кілемде, ілескен ұрпақ едік ізгілерге. Бірлігіңнен айрылма байтақ жұртым, кей кезде кездессең де күзгі желге. Көк байрақтың астында бір болайық, айналып әлемдегі үздік елге. Әйтпесе бұл саясат деген сайқал, құз біреуге тайдыратын мұз біреуге. Тек татулық, ынтымақ, ауыз бірлік ешқашан қаратпайды бізді жерге. Аллаға сансыз шүкір деп айтайық, жоқ бізде шерлі жүрек, сызды кеуде. Ұйқы тыныш, күлкі тұнық, ел жұрт аман, тиген соң Тоқаевтай тізгінерге. Осыдан асқан бақыт бармағайын, өзгелердей ұшырамай сүзгілерге. Басқа елдерде атыс боп жатқан кезде, айтыс боп жатыр міне біздің елде. Әгугай, 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 ай. Аяулым қоштасуға амал қылсын, ағайын жұрт назарын маған бұрсын. Істеріңе береке беріп Алла, әрдайым астарыңды адал қылсын. Жарылмаған уыздай ұлтымызды жаратқан бүтін қылсын, аман қылсын. 5 күнде мына жалған қазағымды ешкімге алынбайтын қамал қылсын. Қой үстіне боз торғай қонатындай, заманды мамыражай заман қылсын. Ең бастысы өнерді өрге тартқан ерлерді қызың білсін, балаң білсін. Айтыстай ард өнерім өлмеу үшін, жүрсін мен аман жолдар, аман жүрсін. Әгугай, 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 ай. Қошемет ардақты ағайын, қыз бен жігіттің қырмызы айтысын тамашаладыңыздар. Бір дүбірлетіп қол шапалақтап қойыңыздар. Рахмет, рахмет.
Ал қазылар алқасы бұл айтысты бастаған Солтүстік Қазақстан облысының ақыны Жұмабек Рахимовтың ұпайын беріңіздер. Көтеріңіздер. 2-10-1-9. Жұмабекпен айтысқан аяулым Жұмабек қызының ұпайын беріңіздер. 3-10.